Бисмилля сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Ғұсыл дәретпен жүру. Кебін екі түрлі болады. Бірі марқұм болған жанды арулап орайтын бөз мата, екіншісі адамның ғұсыл дәреті. Діни кітаптарда ғұсылсыз өлген адамның жаназасы шығарылмайды деп жазады. Ертеректе Үрімжі жерінде бір бай қайтыс болады. Ел жұрт жиналып жаназасын шығарайын десе, бай сол түні тоқалымен қоныпты. Молда, марқұмның ғұсылы бар ма еді деп сұрайды жамағаттан. Байдың тоқалы, ғұсылды таңертең аламын деп ерініп жатып қалып еді. Таңертең тіл тартпай кетті деп лапсықтап отырады. Молда, ғұсыл адамның рухани кебіні, онсыз мен жаназа шығара алмаймын дейді. Сонда жұрт енді не істейміз деп қатысасады. Сол кезде пәлен деген жерде түген деген молда бар. Соған барып көріңдер. Кітаптарын ақтарып отырып, бір пәтуа табар деп молда кетіп қалады. Байдың ұлы түгенше молдаға барса, ол да пәтуасын таба алмайды. Келесі бір молдаға жібереді. Байдың ұлы оған да барады. Ол молда да шара таппайды. Іздеп жүріп, бір молдаға барғанда, ол Қашқар қаласында әз молда деген дін ұламасы бар. Бір білсе, сол білер. Болмаса, не шара деп шығарып салады. Байдың ұлы әз молдаға барады. Мән жайды түсінген молда кітаптарын ақтарып отырып, мынадай пәтуа айтады. Әкеңнің ғұсыл дәретін түгендеудің бір ғана жолы бар. Оның жаназасына өзіңнен мал шығармайсың. Ел жұрттан жылу жинап ас бересің дейді. Баласы сонда елден жылу жинап не керек? Мал өзімде де жетеді. Қанша керек болса, сонша мал соя аламын дейді. Жоқ, дейді Ишан. Өзіңдікі жарамайды. Елді аралап ағайыннан жылу жинайсың. Көп мал көңілге кір салады. Тәкаппарлыққа ұрындырады. Осыншама байлығың бола тұра қайыршыдай елден жылу жинағанда кәпір нәпсің езіліп, көңілің кірден ашылады. Тәңірдің қалағаны осы тазалық. Көңілдің тазалығы арқылы әкеңнің ахуалын жақсарта аласың дейді. Байдың ұлы еліне келген соң арланбай халықтан жылу жинапты. Әкесінің жаназасын абыроймен атқарған екен деседі. Қариялар осы оқиғадан соң балаларына ғұсылды таңға қалдырма, қашан өлеріңді бір Құдай біледі деп өнеге айтады екен. Исламда ғұсылсыз қадам басқан адамды жер қарғайды, жерді арамдайды деген түсінік бар. Бұл жайында Қашаған жыраудың да дін тірегі ибалық деген насихатында таң намаздан бейхабар, күн шыққанша жатқаның, білдің бе шайтан үстіңе жылы көрпе жапқанын, үстің көрпе астың құс, ойласаң ұйқы жаман іс. Ғаламат болар көрген түс, дәреже көріп жүрсіңдер шайтанның сыйлап баққанын. Періштелерді қуарсың, дүниені харам қыларсың, ғұсылсыз қадам басқаның деген екен. Ғұсыл дәреті мұсылман үшін өте маңызды болғандықтан молдалар шариғат бойынша насыбай ататын адамның ғұсыл дәреті кәміл болып саналмайды. Себебі тістің насыбай қатқан түбіне су толығымен бармайды деп үкім беріпті.